Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қайырлы таң. Ассалаумағалейкум, Батыс Қазақстан. Ассалаумағалейкум, Батыс елі, қазақ елі. Мен айтарым, көптен шыққан жоқпын, бірақ айтарым былай. Кеше бір кісі звондаған Түркістан жақтан. Жасы 82-де. 2022-де мен деген сол Түркістан, Шымкент, жағында Астана, соның бәр жағын сол жақта адамдарды қабылдап едім. Мен өзім халық және рухани емшімін. Профессор халық және рухани медицинның, психобиоэнерготерапевт. Енді айтарым былай. 22 жыл деген мен Түркістанда жұмыс істеген. Сонда мына қазақ елі деген білетін болар. Сояқтағы не болып жатқан мына ескі стары автовокзал бар ғой. Сол жақта базарда, базардың ішінде, территориясында 6-7 адам, буквально мына афганский войнадан содан кейін келгендер, қағып кеткендер, біреуінің қолы жоқ, біреу аяғы жоқ, сөйтіп жатып қалғандар, ішіп кеткендер. Сол ішіп кеткендердің бұл 6-7 адам сол базарда постоянно жатып жүргенде. Енді соларды мен деген қасындағы сатушылар тұрады, сол сатушыларға айтам, міне қазір мен ем шипа берем деймін, қарап тұрыңыз деп. Ана жатқан адамды тек мына 2 саусақ, 3 саусағын бір қоя салам басына, құрттай тақайын. Болды. Ана бір 5-10 секунд болар болмас, ана ұшып тұрған етте іздейді кім неткен, оятқан. Сосын енді мынау айтады маған сатушы, не болып қалды деп не. Сондай сөйлеп қалғанда, анау жоғалып кетеді. Сонда анау сатушы айтады, анау қазір жатыр еді ғой, қайда, жоқ қой деп. Мен айтам, ол жындар оны алып барады үйіне, ертең таңертең келеді азанмен деймін ғой. Сосын ертеңгісіне мен обход жасағанда, сол базардың ішін бәрін обход жасаймын. Ішіндегі милицияның бәрі таниды, уже бетіме таниды. Бәрі де, бірақ ешкім ұрынған жоқ, ештеме жасаған жоқ. Сонда жатқан адамдар деген, кешегі ем бергенім, ақ деп отырады. Соларға қасына отырам да, ай бауырым, не болды деймін ғой. Ой, ауырып отырым дейді. Мә, тегін берейін саған, бар, басын жүр. Жоқ, ішпеймін дейді. Жарайды, сонда айтам, мен кеше саған ем беріп едім. Енді 2-3 күн шыда деймін. Содан кейін көресің қандай боласың деп. Сол 2-3 күннен кейін мен пешеходный переход жақтан келе жатқанда, мынау деген ал қолын созып, бауырым деп мені құшақтап, сондай мәз болады сонда. Керемет, қандай жақсы болып, күлгені, жасы шығып күліп неткен. Сөйтіп айтады, ешкімге керек болмағаным дейді. Мына ішіп кеткеннен, арақты қысынан деп, осылай болып қалдым, солай қалдым осы базарда дейді. 20 жыл болды осында жатқаныма дейді. Мыналардың да солай бер, мұнан бәрін де танимын ана адамдарды дейді. Солай 6-7 адам аяғына тұрып кетті. Енді айтарым былай, мына жаңағы 82 жастағы қарт, ол деген кімді баласы 35 жыл ішімдікпен жүрген ғой. Өзі айтады, айтқан сөзі соның. Өтірік болса, мен айтқан сөзім, онда болмаған өтірік айтты. 35 жыл ішіп жүрген, тыным бермей енді қатында кеткен, мына әкесінде қуып шыққан, сондай болды. Енді соған мені іздеп, сол кісі ем шипа беріп, кеше айтқан сөзі өзінің 2 күн болды дейді. Мен 3 күн болды ем бергеніме. 2 күн болды, қызым қуанып жатыр. Ұрттаған жоқ деп. Бірақ менде ұрттап жүргендер жоқ. Қайта ұрттаған ұртасын. Бірақ ана биоток алған адам көп іше алмайды. Ауырып, меңзем болып іше алмайды. Солай өмір болы қалады, іше алмайды. Қайта жұтса артынан сырып болып, қайта ауырады, басын көтере алмай, жемен ауырып, жемен түс көріп, нетіп ал. Солай жындар, пері, әрінен көреді. Сөйтіп қайта іше алмайды солай. Солай менің емім сол, Алланың емі осы болады. Аллахум раббан насиис қабил бикса,
ушфиинта шафили шафиги шафигука шафи галага жирауса күмәнди. Ал кешен кубаныч сол. Барлығына да Алла Таала ем шипасын берсін. Ал үйлеріне қуаныш болсын. Бала шағалар бәрі ойнап, күліп, солай қуанып жүре берсін. Әкесінің жұмыстан келгенше күтсін. Ал ойнап, күліп, солай болсын. Үйлері жақсы болсын. Шаңырақтары үлкей берсін. Қораларына малдары тола берсін. Ал бұйырса тоймен кездесерміз. Ал сонда бір бата бере қоямыз ғой енді. Аман сау болыңыз. Рахмет сіздерге. Ал